Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендерім. Бүгін сіздерге мен қыстың қамын жазда ойла деген тақырыптағы тағы бір тағамның түрін ұсынып отырмын. Бұл жаңаға сіздерге таңсық емес, маринадталған қияр. Мен бұл каналдарымда бар. Тағы да бүгін түсіріп отырмын. Осыны сізбенбіз болып қазір жасап көрейік. Бұл қиярда маринадтау үшін бізге керекті азық-түлік қараңыз. Қияр алып келдік алтын ордадан. Сосын мынау жапырақтары бар, бұрыштары бар, сарымсағы бар, тұзы бар, басқасы бар. Қазір суға салып қою керек. Міне қиярларды суға салып қойдық. Енді бір 2 сағат тұру керек. Шөбінде суға салыңыз. Ішінде нитрат болса, басқа бірдеңелер болса, дәрілер болса кетуге тиіс. Ол екі ортада банкілеріңізді тазалап алыңыз. Қақпақтарыңызды тазалап алыңыз. Сөйтіп қайнатып, бәрін банкілерді тазалап жауып қойыңыз. Міне банкілеріміз суда, мұздай суда рахаттанып жатыр. 2 сағаттай болып қалды. Міне мына банкілердің бәрін стерилизация жасадық. Мынау хрен дейді ғой, хреннің жапырағын салдық. Мынау укроп. Енді бұл жерге 2-3 не керек? Сарымсақ. Содан кейін мен мынандай бұрыш салғым келіп тұр шетіне. Енді мынандай бұрыштардан салуымыз керек. 1-2 түйір. Сосын мынау ащы бұрыш ашылмаған, сол күйінде салу керек. Енді бұл жерге қияр салу керек қазір. Әдемі қиярды біртіндеп тұрғызып салыңыз. Менің каналымда қияр жапқан қиярдың түрі бар. 600 мыңдай адам көріпті. Сондықтан көбісі комментарийлар жаман емес, бәрі Аллаға шүкір жақсы айтып отыр. Сондықтан мен тағы да қиярдың уақытысында, науқанында тағы бір жасап көрейін дедім. Міне осылай қиярды біртіндеп сала беріңіз. Міне қараңыз, бәрін әдемілеп қойдық. Міне керемет болып шығып отырғаныңыз. Енді бұл жерге енді қайнап, сақырлап тұрған ыстық суды қоясыз. 2 литрлік банкіге 1 литр су кетеді. Соны білсеңіздер болды. Қыстың күні сен же, мен же, шарт-шұрт етіп желінетін керемет қияр болады бұл Құда қаласа. Міне төбесінен жеткізіңіз. Міне өстіп әдемілеп құя беріңіз. Міне қазір қалғандарын құямыз. Міне қайнаған суын құйып қойдық. Енді бір 20 минут күтуіміз керек. Қараңыздар, керемет болып жатыр. Қыстың күні керемет тағам болады ол. Міне 20 минуттай уақыт өтті. Енді бұл суын төгіп тастауымыз керек. Себебі нитрат бола ма, басқа бола ма, бойында дәрілер бола ма, артықтау жеген соның бәрі кету керек осы. Міне енді ең бізге қажетті жері мынау 2 литр банкіге 2 қасық, ас қасықпен тұз салынады. Сосын 2 ас қасық қант салынады. Ұмытпаңыздар, бұл тұздалған қияр емес, бұл маринадталған қияр. Сондықтан осылай салынады.
Сосын бұл жерге бір ас қасық мына сірке суын құю керек бізге. Міне болды. Қазір енді сақырлап тұрған қайнаған суды құйып жауып ала береміз. Құдай қаласа. Сақырлап тұрған тағы да қайнап тұрған суға суды құйып әдемілеп жауып алуымыз керек. Міне, осыдан кейін жауып береміз. Міне жауып алып жатырмыз. Осыдан міне сен же, мен же, керемет қияр болады, Құдай қаласа. Менің осы әдісім ұнаса, осы әдіспен жасап көріңіздер. Ойларыңызды ортаға салыңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, ойларыңызды айтыңыздар, кемге тігі болса айтыңыздар. Қыстың күні жақсы жауып алып, балшағыңыздың игілігіне жеп отырыңыз. Міне, қараңыздар қандай керемет. Банкідегі қыста жейтін маринадталған керемет дәмді қияр. Көріңіздер. Енді ойларыңызды айтыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Қазақша осындай каналдарды қолдап, қолпаштап жүріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.